Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 24 маусым 2024 жыл, Самал 2 ықшам ауданы, мынау Салтанатты деген көше. Салтанатты деген көше. Мынау Келешек деген көше. Қазір мен Келешек көшесін түсіріп жіберейін. Салтанатты мына жерге Салтанатты көшесі. Шамамен мына Салтанатты көшесі ғой. Мына жерге мынандай жолға өтетін мынандай қойып тастаған да. Лежащий полицейский дейміз. Мына адамдар бетонмен арнайы құйып тастаған. Жолды өте биік қылып мына жерде. Осының заңсыздықтарын анықтаса, құзырлы органдар. Мынау Келешек көшесі. Самал 2-дегі Келешек көшесі мен Салтанатты деген көше. Қазір Келешек көшені түсіріп жіберейін. Үйдің номерларын ориентир алу үшін. Мынау Келешек көшесі 57. Мына Келешек көшесі 57 міне. Осымен келе жатқан кезде мына жердегі белгі көрінбей қалған. Жол жүру белгісі. Жаңағы жол беру деген, уступи дорогу деген жол белгісі көрінбейді. Талдардың арасында қалып кеткен. Жанынан түсірейін. Есім Нақыпбақчан, Шымкент қаласы, Самал 2 ықшам ауданы, Келешек көшесі, Салтанатты көшесімен қиылысы. Мына осына заңсыздықтарын, заңдылықтарын қарап, бұны кім орнатқанын анықтап, тиісті шараларын көру керек, заңды шараларын. Сосын мынау жерде есіктердің алдын бәрін қоршап тастаған, мынандай қоршау қойып тастаған. Бұл қаншалықты заңды? Анау жерде тағы да қоршау қойып тастаған есіктің алдын. Бүкіл көшенің бәрі осылай қоршау қойып тастаған ғой. Қоршау қойып тастау қаншалықты заңды? Назарларыңызға рахмет. Есім Нақыпбақчан.